болған жаз күндері, қатынасады дем бермеш жігітлері. Біреуі Бахадыр, біреуі Тәңірбай, үшіншісі Манасбай Парық. Бахадырың көп ойланып айтты, өзінше бір пікір ойлап тапты. Бір-біріне сыбырласты, үйлі үйіне тарқасты, алып шықты керек жарық сатты. Бір-біріне сыбырласты, үйлі үйіне тарқасты, алып шықты керек жарық сатты. Бахадырың алған 15 қармақ, ал Манасың алған азық ауқат. Күтіп тұрды Тәңірбайды, ол да тез келе қоймады, ақыры алып шықты қазан табақ. Әрқайсында бір шешеден арақ, тартып кетті сазан жапқа қарап. Жетіп келді сазан жапқа, орналасты бір тасаға, жүріп кеткей деп бүгінгі талап. Жетіп келді сазан жаққа, орналасты бір тасаға, жүріп кеткей деп бүгінгі талап. Кірттай көрді ағарақтан, баспасына тиді 5 қармақтан. Сазан жаққа қармақ салып, түсі дейді шортан балық, әрқайсысы алды 4 шабақтан. Сұны бір жеп алайық енді, балықтың бұл ақыры ма деді. Тәңірбайың аспаз еді, қалғанлары отын терді, балықларды уха қылып жеді. Тәңірбайың аспаз еді, қалғанлары отын терді, балықларды уха қылып жеді. Ішіп алды арақтың ауысқанын, білесіз бе кейіннен не болғанын. Үшеуі де болған кайып, түсіп кетті суға тайып, білмей қалды бұлар не қыларын. Ешқайсында жоқ қойдың те дәрман, олар үшін судан шығу әрман. Баслары да қатып қалған, тамырлары тартып қалған, ағыс күшлі алып кеткен арман. Баслары да қатып қалған, тамырлары тартып қалған, ағыс күшлі алып кеткен арман. Ең соңында түсті бұлар ауға, шерін жаны өздеріне сауға. Майопкасы құрсын дейді, бізді Құдай ұрсын дейді, енді шықсақ отырғайлы қырда. Майопкасы құрсын дейді, бізді Құдай ұрсын дейді, енді шықсақ отырғайлы қырда. Енді шықсақ отырғайлы қырда.